Assalamu alaikum dostlar. Бүгінгі видеода біз ауылымыздағы күнделікті тыныс-тіршілігіміздің қалай басталатынын көрсететін боламыз. Қазіргі уақытта күз келіп, күн суыта бастағансын, айналаға алғашқы шықтардың түскен сәттері. Көпшесі айналайын, амандасып жатыр. Мына ешегіміз сиырларды айдауға дайындалып қойылған. Ал бұзау өзінің кезегін күтуде. Біз осы сиырды сауардың алдында жем беріп қоямыз. Себебі жем бермесе бұл тұрмайтын сиыр. Әркім сиырларын әрқалай үйретеді. Кейбіреулер бұзауын бір салып алып сауа береді, кейбіреулер жем беріп қойып сауатындар бар. Ал біздің сиыр бұзауын емізгенге көнбейтін болғандықтан жем беріп, жеммен сауып аламыз. Осылай сауардың алдында үстін қағып, желіндерін жақсылап жуып тазалап аламыз. Одан кейін жайлап саууды бастап, мүмкіндігінше көп қалдырмай қақтап сауып аламыз. Себебі сиыр екеш сиырдың өзі де ана болғансын, бұзауларына бойында сүт алып қалады. Осылай сауып болғаннан кейін бұзауын жайлап жібереміз. Қалған бұйыртқанның несібесін бұзау өзі еміп алады. Жалпы сиырларыңыз әртүрлі нәрсе шайнай жей бермесін десеңіздер, арқан болсын, сүйек болсын, оларға жемдеріне кальций фосфат немесе коснимука деген қосымша минералдарды, витаминдерді қосып берсе болады. Сонда сиырларыңыз әр нәрсені шайнай бермейді. Осылай емізіп болғаннан кейін сиырды өрісіне айдаймыз, қойларды да өрісіне айдаймыз. Ал достар, егер видео ұнаса, лайк басып, қолдап қойыңыздар, арнаға тіркеліп қойыңыздар.